Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жұмсақ, дәмді әрі тез дайындалатын синнабон бөлкелерін дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүтке қант, тұз, ашытқымызды салып араластырамыз. Еріген сары майымызды бір жұмыртқамыз салып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп, оның бетін жауып жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырымызды 1 см қалыңдықта жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстіне еріген сары майымызды жағамыз және оның үстіне қант пен корицамыз араластырып сеуіп шығамыз. Синнабонымыз біркелкі әрі әдемі болу үшін видеодағыдай жіппен бөліп шығамыз. Қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Креміне жұмсақ сары май, творожный сыр және қант ұнтағын салып араластырамыз. Дайын болған кремімізді ыстық синнабонның бетіне жағып шығамыз. Біздің ыстық, тәтті әрі жұмсақ синнабонымыз дайын болды. Ас болсын.